Намазды күніне 5 рет оқудың хикметі. Адамның жүрегі күнәдан тазарады. Тәубешіл адам өзін әрдайым есепке тартып отырады. Яғни, әр намаз сайын өзінің қателіктерін мойындап, келесіде болдырмау үшін барын салады. Демек, мұндай адам өмірден алған сабақтарын таптырмас тәжірибе деп біледі. Пайғамбарымыз, күніне 5 піт өзенге түскен адамның денесінде кір қала ма? Деп сұрағанда сахабалар, әрине, қалмайды деп жауап қайырады. Сонда Алла елшісі, су кірді қалай тазаласа, 5 уақыт намаз да дәл солай күнәларды тазалайды деп 5 уақыт намаздың маңыздылығын ұқтырған. Басқа бір хадисте, 5 уақыт намаз, жұма намазы, келесі жұмаға дейін, Рамазан айы, келесі Рамазанға дейін, үлкен күнәдан аулақ болған кісінің кіші күнәларының кешірілуіне себепші болады. Тирмизи. Намаз оқу арқылы адам өзін күнәлардан алшақ ұстайды, қателікке бой алдырмай, шынайы мұсылманға тән мінезге ие болады. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде, намаз адам баласын арсыздықтан һәм жамандық атаулыдан тыяды. Ал Алланы үнемі еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Алла сендердің не істеп жүргендеріңді толық біледі деген Анкабут сүресі 45 аят. Қысқаша түсіндірмесі, Иса мұсылман намазына ерекше мән беріп, жүрегі құлшылыққа байланған күйде әрбір қимылын Раббысының алдында тұрғандай толық орындайтын болса, оның бойында күнәдан сақтайтын қалқан, иммунитет пайда болады. Осылайша әрбір сөзіне, әрекеттеріне мән беріп, Алла сызған шеңберден аспауға тырысады. Намазхан бір қателік жасаса, оны дұрыстауға асығады. Иә, қателеспейтін пенде кемде кем шығар. Адам баласы жаратылысында қателіктерге бой алдырғыш келеді. Бірақ үздіксіз, әрі шынайы ықыласпен оқылған намаз мұсылманды бір қателіктен екінші қателікке ұрынудан сақтап, тәубешіл болуына септігін тигізеді. Жаратушы мен пендені байланыстырып тұратын көпір, 5 уақыт намаз. Өзгенің бақылауында жүргенін сезінбейтін адам еркінсіп кетуі мүмкін. Мысалы, жұмыс орнында камера болса, адам өз іс-әрекеттеріне мән беріп, жұмысқа қатысы жоқ нәрселерді жасамауға тырысады. 5 уақыт намаз оқыған адам да 24 сағат Алланың бақылауында екенін сезіп жүреді. Намаз адамды тәртіпке, жүйеге үйретеді. 5 уақыт намазына берік әрі намазды өз уақытында оқитын адам өз бойын темірдей тәртіпке үйретеді. Намаздың уақыттарына немқұрайлы қарайтын адам басқа істеріне жұмсайтын уақытына немқұрайлық танытанына айтпаса да түсінікті. Адам уақыты белгіленбеген істі аяғына дейін жеткізбей, немқұрайлық танытады. Белгілі бір салада жетістікке жеткен тұлғалар бұның бағасын біледі. Істің нақты уақыты белгіленгенде ғана маңыздылығы артады. 5 намазын 2 намазының уақытында оқи алмайсыз. Сол сияқты ақшамды құптанның уақытында өтей алмайсыз. Таңғы 6-да кірген таң намазын сол уақыттан бастап оқи аласыз. Өз уақытында оқылған намаздың сауабы да мол. Дәл солай күнделікті істеріміздің де межелі уақытын белгілеп қойғанымыз абзал. Бүгін істеуге болатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Жастайынан намазын уақытында оқуға дағдыланған адам өмірлік істеріне де ұқыпты болары сөзсіз. Намаз оқитын адам әрдайым сергек жүреді. 5 намазын оқыған адам 2 намазына дайындалады. Осылайша бір күні жүйелі болады. Тіпті, әр намаздың уақыты минутына дейін белгілі. Осы себептер адамды темірдей тәртіпке баулиды. Ардақты сахаба Сахр әл-Ғамиди, Алла разы болсын, жеткізген риуаятта пайғамбарымыз, «Уа, Алла, үмбетімнің ерте тұрғанына береке бер», деп дұға қылған. Әбу Дәуд. Күн аспан төрінен ауған кезде, адамдар дүние қызығына батқан шақта 5 намазының уақыты кепіп, тағы бір мәрте азан айтылады. Бұл адамның сәл тынығатын, тән азығымен қатар жан азығын алатын уақыты. Осы кезде асықпай дәрет алып, намаз оқыған адамның бойына күш біткендей болады. Әр заттың көлеңкесі өзінен асып күн батысқа қарай бет алған кезде 3-ші мәрте азан айтылып 2 намазы кіреді. Бұл уақытта көп адамдардың белсенділігі дәл таңғы уақыттағыдай болмай, сәл бәсеңдейді. Күн көкжиектен ғайып болып, ұясына батқан кезде күндізгі уақыт аяқталып, түннің алғашқы уақыты басталады. Табиғатта болып жатқан осы бір ғажайып сәтті білдіру үшін 4-ші мәрте азан айтылады. Ақыры күн сәулесі мүлдем жоғалып, түн шапанын киген кезде ең соңғы рет азан айтылып, намаз оқылады. Адам күні бойы жасаған істерін бір мәрте көз алдынан өткізіп, қорытынды жасайды. Намазды уақытында оқу Алла құзырында ең сүйікті амал. Ибн Аббастан, Алла разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыздан,
Аллаға ең ұнамды амалды айтыңызшы деп өтіндім. Сонда пайғамбарымыз, уақытында оқылған намаз деді, Муслим. Бұл тек намазға ғана қатысты емес. Кез келген істі өз уақытында істеген абзал.